Біздің ауылда маршрутканың нөмірі жоқ. Оны қанаттың уазигі деп атайды. Ауылдағы тойда диджей. Эй, диджей боласың ба тойымызда? Болам. Аппаратың қайда? Телефонға ауық салам YouTube қосам болды ғой. Университет логикасы. Досыма, не оқып жатырсың? Заңгер мамандығын. Сосын таксист боламын. Немесе Яндексда доставщик болам ғой. Айтады ғой, өмірде бірдеңе өзгерту керек деп. Сол үшін бүгін диванға отырмаймын. Бүгін мен телевизордың үстіне отырам. Диванға қарап отырып демалам. Әке мен бала. Әке, мен үйленгім келеді. Жоқ, балам, әлі ерте. Неге? Себебі мен әлі неге үйленгенімді түсіне алмай жүрмін. Алдын ала астаналықтардан кешірім сұраймын. Егер Астанада сізге сәлем беріп, күлімдеп тұрған сыпайы адам кездессе, үлкен ықтималдықпен ол турист шығар. Ауылдағы сән. Ауыл қызы қалаға келіп сәнді етіп киініпті. Қаладағылар сұрайды: "Мына көйлегің қандай бренд?" "Әжемнің көрпесінен тіккен. Limited edition." TikTok көріп отырып ой келді. Кім ақмақтығырақ? Өзгенің сөзіне еріп, ернін жыбырлатып, түрін бұзып билейтін адам ба? Әлде соған 3 сағат қарап, ішіп жеп отырған мен бе? Апа мен немере. Апа, Wi-Fi неге ұстамай тұр? Күн ыстық қой. Оның қатынасы қандай? Жел болмаса, желі де болмайды, балам. Қала мен ауыл диалогы. Ауылда не жаңалық? Ештеңе, сиыр бұзаулады, трактор суға батып кетті. Қалада ше? Бізде кешке жарық жоқ, интернет өшті, бәрі ауылда жүргендей болды. Келін мен ене. Келін: "Ене, бүгін тамақ піспей қалды." "Ой, балам, ештеңе етпейді. Мен де бір кездері тамақ пісіре алмағанмын." Келін қуанып: "Шынымен бе?" "Иә, сол үшін ұлымды повар қызға үйлендіргем ғой." Кеше таңнан бері аула сыпырушы Петров қатты өзгеріп кетті. Бұрынғыдай айқайламайды, сабырлы, темекі тартпайды, ішімдік ішпейді, жұбайына дауыс көтермейді, балаларға ұрыспайды. Қысқасы, адам сияқты болып қалды марқұм.